Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті достар, бауырлар. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Мінекей бұрынғы алдын бордақыланған бұқалардың бәрін сатып жібердік. Чемпионтке кетті. Чемпионттіктер алып кетті, тірілей салмақпен алып кетті. Ал енді міне мынау жаңа партия. Мынау жаңадан бордақыға жиналған бұқалар. Бұл жерден әртүрлі бұқалар бар. Бір жас 3 айлық, мынау кішкентайлар 6 айлық. Енді өйстіп араласып келді. Араласып келді барлығы. Тіпі Аллаға шүкір. Жақсы бұзауларды алдық деп есептеймін өзім. Ішінде мынандай кішкентайлары бар, бір төрт бас бар кішкентай. Осы мына екеуі. Енді ақ бар бір. Қалғандары болады. Өсіп кетеді, өсетін бұзаулар, аппетиттері жақсы. Неке қазір бұларға шөпті көп қып берем бүйтіп. Сосын қосымша мынандай зернат қот дейді ғой, сондай беріп жатым. Зернат қот жеп жатыр. Енді мінекей және жинап алуым керек. 60-70 бас жинайым деп жоспарлап отырмын, Алла қаласа. Сол барлығы келген кезінде барлығын алсақ, сол кезде бұлардың уколын саламыз. Ішкі құрт, сыртқы құрттарға вакцинацияларын қыламыз. Сөйтеміз да уже мынау аткорымды, бордақыны бастаймыз. Ауырлау жем беріп бастаймыз, достар. Қазір бұларды ақырындап бірте-бірте жемге үйретіп жатырмыз. Бірден жемді алдына төгіп тастасаң, жамал қиындау болады. Мыналар келгендер жемге үйреніп алады. Онан кейін келесі, осыдан кейін әлі 50, неше бір 30-40 бас келеді ғой. Соларға қиын болып қалады. Ол үшін бұларды әсте-әсте өйстіп жемге үйретеміз. Азғантайдан саламыз. Барлығын жинап алғаннан кейін бірден бастаймыз барлығына. Мінекей, мынандай кішкентайлар бар ортасында. Бірақ жеулері жақсы, өсіп кетеді. Өсіп кетеді. Жем осындай болып тұр. Барлық жерде сеуіп тастағанбыз. Міне достар, бордақы басталды. Қысқы партия. Қазір барлығын бірден жинап алғасын, тағы басқаша жемді дайындап, уколдарын салып басталады. Әртүрлі бұқа жиналып жатыр. Мыналар 1,5 жас негіз. Кеш дұрыс өспей қалған ба? Бірақ жем жегесін өсіп кетеді. Мынаусы да сондай бойы бар, сүйегі өскен. Қасында салыстырсам осындай. Әртүрлі бағада келіп жатыр. 215-тен алдық мына кішкентайларды. Мыналарды үлкендеулерді 350-ден келді. Анау бір-екеуі 400-ден келді. Осы екеуі 400-ден келді, анауысымен мынау. Енді бұлардың жасы бар, бірақ арықтау. Алла берекесін берсін деп бастады ал. Бұларға да алдында су тұрады үнемі. Қазір жаз уақыты су деген қатпайды, сол үшін постоянно тұрған жақсы.
Осы малды бұқа бордақылаған кезінде ең біріншісі міне жақсы бұзау таңдап алу. Емген, подсос дейді ғой, емген бұзау алу. Ең біріншісі мықты өсетін бұзауды таңдап алу. Сосын екінші бұларды құрттарын түсіру, ішкі құрт, сыртқы құрттарын түсіріп, вакцинация салу. Бұл екіншісі. Үшіншісі тамақ жемі, рационы жақсы болу. Ең мықты рационы күшті болу, жемі дұрысталып беру, жаңа процентімен арпа, бидайын, жүгері, жымық, шыротын беру. Сосын тұзбенен бор салу, примикс дейді ғой, витамин беру, кіттай жеммен қосып. Ол үшінші. Ол төртінші, міне тұрған жері құрғақ болу, таза болу. Сосын күнде жүру. Осы бір 4-5 нәрсе болса бұқалардың, бұлар жақсы нәтиже береді, бұлар өседі. Егер мысалы мынандай салыстырмалы түрде қараңыз, мынауны алдық, осыменен мысалы мынау, бұда бірден белгілі, мынада нәтиже аз болады, бірден көрініп тұр. Мысалы мынада мінекей нәтиже жақсы ет алып кетеді, мынау мықты болады. Көрдіңіз ба, ең бастысы таңдаған кезінде өйстіп таңдау, бұқаны жақсылап таңдау. Мысалы мыналардың ішінен мысалы бір жерден 10 бас алсаң, ортасында біреу осындай болады. Оны сен 60-тай алмайсың. Мен мынаны алмайым деп айтсаң, онда сатпайым дейді. Ол сатушы да осылардың арқасында, қасында ірілеудің арқасында осы майдасын сатып жіберу. Оны алып тастау қиын, алып тастай алмайсың. Алмай мынаны кішкентайын алып таста десең, қой онда дейді, шымкенттіктерге сатам дейді. Үйреніп алғам, шымкенттіктермен қорқытады бірден. Ол шымкенттіктердің адамдары алып кетіп жатыр бәрін. Осы, көрдіңіз бе, осындай ең бастысы мықты бұқа таңдауы, жақсысын алу, емгенін. Сосын ең ақырғысы бұларды ақшаны арзан алу, қымбат сату. Ләж болса арзан өзің іздеп жүріп, ауыл аралап жүріп, арзан алас. Сатқан кезінде жілік деп халыққа ешқандай посредниксіз сатсаңыз қымбаттау келеді. Аяқтап, жілік деп, сосын деген бір бұқаны сойып, фарш қылып, мякіт қылып, сосын мына жағын суповой набор дейді ғой, етке сүйік қалғанда, фарш қалған, сүйіктен қалғанда сүйікке көбірек ет қалдырып, жаңа асып жеуге келетіндей қып, етті сылып алмай. Сөйтіп сатсаңыз, суповой набор болып, ол да кетеді. Сол кезде қымбат кетеді. Арзан алып қымбат сату болады, сол кезде пайда қалады. Қазір Қазақстанда өте мал азайып кетті. Мыналарда ет тапшы қазір, ет аз. Етіміз аз, өкінішке орай. Сол үшін мына бұқаларды жақсылап бордақылап 250-300 килограмм сатсаңыз, сондай өсірсеңіз, егер ол кезде бұларды бір күнде қалмайды, бірден өтіп кетеді барлығы да. Осындай шөбін, жемін беріп таза өскен малдың еті тәтті болады. Сол осы мінекей.
бірге менің осы каналды қарап отырыңыздар, бірге өскенін көрейік, қандай жем беріп атқанымды барлығын қарап отырасыздар. Негізі жұмыс ауырлау, бірақ бұл жерден әйтеуір пайда бар. Менде алдын қалада дүкен болды, дүкен ұстатты, магазин. 4 жыл магазинде жұмыс істедім. Ол жердің де өзінің қиыншылығы бар. Ол жердің арендасы бар, жұмысшыға төлейсің, сосын тапқан пайдаңның налогқа кетеді. Сөйтіп тапқаның барлығы кетеді ғой. Осы енді Алла қаласа, мына жерде менде мүмкіншілік бар. 100 бас, 200 бас ұстауға дейін мүмкіншілік бар менде. Бірақ қаражат жоқ 200 бас алуға. Кімде жаңа ақша бар, инвестор бола алады маған? Бірге жұмыс істесек болады. Ақшасы бар жігіттер болса, осы каналды көретін болса біреулер, инвестор болып біргелікті ақша тапсақ болады. Мен жұмыс істеп дайындаймын, ақшасын берем. Осы жерде жүреді. Осын Алла қаласа, міне мынаны да осы жерде де осылай дайын. Мына жерде дайындап қоямыз, яғни бір мынаны алып мына жерге қоямыз. Мінекей. Мынаны шөптерді алып тастаймыз, жеп қояды ғой шөпті. Мынаның ішін тазалап, шөп. Бұл жерде де мынандай су ішетін науа бар. Осы науаны аламыз да, тракторменен yana бұрышқа қойып қоямыз. Сол кезде мына жерде де жүреді бұқалар. Мынау секілді да, мінекей. Мынау секілді, мына жерде де жүреді. Сол кезде мына жерге қазір былтыр осы жерде 60 бас жүрді. Мына жерде 60 бас жүрді. Мынанда не қылсақ, мына жақта да 60 бас жүреді. Сонымен 120 басқа биылдыққа орын бар. Мынандай менде науалар бар. Мынаны анау воротаға дейін екі жағын соссақ болады. Сол кезде 160, 180 бас жақсы жүреді. Мына жақты көрсетейін. Тоқты кіргіздік, тоқ бар. Мынау дробилка бар. Сағатына 3 тонна жарады. Мынандай кармараздатчик алып келдік тракторге. Жұмыс істеуге жалпы жағдай бар. Мына жақты көрсетейін ғане. Пушка, молодец. Қашып кете бермесіне. Мына жерде жүреді бұқалар. Қыстың күні да қазір мына жерге 100 басқа дейін жүреді. Мүмкін 150 бас жүре ма? Осындай. Мына жерден есік ашып қоямыз. Мына жерде алдын есік болған. Неге? Осыны бұзып алып тастайын. Кішкентай бұқа кіріп шығып жүретін қалдырам бейті бір есікті қып. Осы жерде жүреді. Шөп бар. Ертең сабан аламыз.
Mine dostlar. Kim birge жұмыс істегісі келеді, хабарласыңыздар. Номерім 707 670 33 18. Дәл осылай, мына базаның арғы беті де осындай. Орын жетеді. Қасыма еріп апты ғой мен. Бұнай. Хош, достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың істеріңізге Алла береке берсін.